Шәмші Қалдаяқов, қазақ композиторы, Қазақстанның халық әртісі. Шәмші бала кезінен қазақ өнеріне құштар болып, халықтың ән жырларын жадына тоқып өткен. Композитордың Қуаныш вальсі, Арыс жағасында, Қайдасың, Бақыт құшағында, тағы басқа көптеген әндері ел аузында. Халық арасында кеңінен таралған менің Қазақстаным әні бүгінгі таңда қазақтың ән ұранына айналды. Бұл халықтың Шәмшіге берген ең жоғарғы бағасы. Суретшілер Шәмші Қалдаяқовтың образына жиі жүгінеді. Суретші Әбдіғали Баяндиннің шығармашылығында Шәмші Қалдаяқовтың образы ерекше орын алады. Шәмші Қалдаяқов ағамыздың портретін жазуға мен 10 жылдай дайындалдым десем болады. Осынан 2009 жылы Шәмші ағаның портретін жазамын деп оқталғанмын. Одан кейін уақыт өте берді, бір әуен келмей Шәмші ағамыздың портретін қандай композициялық шешімін таба алмадым. Көптеген ізденістер болды. Бұлай жасап көрсем қалай болады, бұлай деген. Соның бір шешімін таба алмай 10 шақты жыл өтіп кетіпті. Соның арасында мен өзім Шәмші Қалдаяқов атындағы Ақтөбедегі қордың несі болам, едігері болам. Осы қор арқылы мен көп Шәмші Қалдаяқов ағамыздың еңбектерімен таныстым деуге болады. Әрине біз көбінесе бұл кісінің әуенін біледі екенбіз да, бірақ анда жеке отбасын, бала шағасын, жеңгейді көрмеген екенбіз. Осы қордың шаруасымен айналысып жүргенде көптеген концерттер ұйымдастырдық. Өзіміздің қаражатқа, 3 жыл бойы өзіміздің қаражатқа ұйымдастырып, өте қиында болды. Осы концертімізге жеңгеміз келсе екен, балдары келсе екен, қатынасса екен, туысқан бауырлары келсе екен деген үлкен ойларымыз болған. Осылардың бәрі іске асты. Ойланып жүрген жазам портрет. Қалай жазу керек? Мүмкін қайықтағы образын беру керек, әнін сыр бойындағы жұмысының бірі осы Шәмші Қалдаяқов портреті. Шәмші Қалдаяқов портретіне жазған кезде мен ойладым. Біз енді өмірде бізді қоршаған 4 элемент бар ғой, химиялық. Ауа, от, су, жер. Адам неге судан туады. И музыка да судан туады. Егер де осы 4 элемент осы портретте болса, менің портретім сәтті шығады. Сол сияқты жаңа портреттерді, картиналарды жазған кезде біздер енді суретшілер ғасырдан ғасырға өзімізден кейін қалса екен дейміз ғой. Бұл өмірде тек мәңгі ғана өнер шығар. Сол мәңгілік қалсын деген арманымыз, ойымыз ұрпақтан ұрпаққа қалсын деген. Назарларыңызға рахмет.